Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай өте ерекше дәмді болып шығатын ерекше тағамдардың бірін дайындаймыз. Барлық құрамдарын астына жазып қалдырамын. Ең әуелі дөңгелек формадағы капустамызды осылай дөңгелектеп кесіп аламыз. Жұқа етіп, өте қалыңды емес, өте жұқа да емес, дөңгелектеп кесіп аламыз. Барлығын кесіп дайындап алған соң, протеиніміздің үстін май құйып, сұйық маймен майлап аламыз. Барлық капустамызды орналастырып, үстіне кішкене тұз себеміз. Енді ары қарай біз соусымызды жасаймыз. Ол үшін кішкене майонез құямыз, үстіне кетчуп қосамыз. Екеуін араластырамыз. Жақсылап араластырып, капустамыздың бетіне жағып шығамыз. Енді ары қарай біз фаршымызды дайындаймыз. Ол үшін 300 грамм фаршымызды салып, үстіне дәміне қарай тұз бұрышымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Үстіне ұсақталып туралған жуамызды қосамыз. Жақсылап араластырып дайындап аламыз. Капустамыздың бетіне дәміне қарай тұз сеуіп жібереміз. Үстіне дайын болған соусымызды жағып шығамыз. Енді ары қарай дайын болған фаршымызды үстіне салып шығамыз. Үстіне тағы да соусымызды жағып шығамыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып, 30-35 минут пісіріп аламыз. Енді ары қарай мен гарниріне күріш пісірдім. Қазанымызға майымызды құйып, астын орташа отта қыздырып, үстіне жуылған күрішімізді саламыз. Астын орташа отта қойып, кішкене күрішімізді қуырып аламыз. Сосын күрішіміз батқанша үстіне су құямыз. Қайнап тұрған ыстық су құйып, дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Суын өте көп қылмаңыздар. Тек күрішіміз батқанша құйсаңыздар жеткілікті. Достар, видеомды толығымен көрген болсаңыздар, маған лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да керемет рецепттер салатын боламын. Астын баяу отта қақпағын жауып, пісіріп аламыз. 1-10 минуттың көлемінде піседі. Ары қарай мен ірімшігімді осылай теркадан өткізіп алдым. Себебі жаңағы дайын болған тағамымыздың үстіне саламыз.
Осылай пісуге жақындағанда үстіне сырымызды салып шығамыз. Сосын тағы да 5 минутқа салып аламыз пешімізге. Беті ерігеннен кейін тағамымыз дайын болады. Біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қасына гарниріне күрішіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.